ұстаздар жырсүйер қауым. Абай қазақтың ұлы ақыны. Абай дана, ғұлама, ойшыл. Абай мұрасы ақылдың кені, сатылмас рухани қазына. Осы рухани қазынаны насихаттау үшін Іле ауданы әкімінің аудандық кітапханасы ұжымы Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толу мерейтойы қарсаңында ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бастаған ақынның өлеңдерін жатқа оқу эстафетасын Алматы облысы Сәкен Сейфуллин атындағы Әмбебап кітапханасы ұжымы атынан зор қуанышпен қабылдады. Абайдың дүниеге келуі турасында ел аузынан жеткен ең көне әңгімелердің бірі Абай туарда әкесі Құнанбайдың түс көруі. Құнанбайдың түсіне 18 ғасырда өмір сүрген Тобықты руынан шыққан қазақтың кемеңгер биі Әнет баба кіріп, Ибрахим деп қана пайғамбардың атын атап аян беріп ғайып болады. Аман есенсіздер ме? Армысың балам? Бар бол балам. Баланың бауы берік болып, ғұмыры ұзақ болсын. Мен айтқаның есін. Сіздерге Құнекең сәлем айтып жатыр. Бүгін молда шақыртып, азан айттырып, нәрестеге Ибрахим деген ат бермекші. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді, тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас, талапты ұғар, көңіліңнің көз ашық сергек үшін. Түзугел, қисық қыңыр, қырын келмей, сыртын танып, іс бітпес, сырын көрмей. Шу дегенде құлағың тосаң сүйді, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң қаламын, алдыңғы айтқан доқпай, және айта бер дейді жұрт, тыным бермей. Абай Құнанбаев 31-ші қара сөз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен оқу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері, уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратығын нәрселер. Абай Құнанбаев өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят хадис сөздің басы, қосарлы бәйт мысал келді арасы. Қисынымен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбармен он алласы. Абай Құнанбаев. Сен бе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Сен бе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап.
өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қайтып қоярсың, оны айтқанда толғанып, іштегі дертті жоярсың. Оны айтқанда толғанып, іштегі дертті жоярсың. Сайрада зарла қызыл тіл, қара көңілім оянсын, жыласын көзден жас ақсын, омырауым боялсын. Жыласын көзден жас ақсын, омырауым боялсын. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылым жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, ауылым жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Эстафетаны жалғастыру үшін тізгінді асылдың тұяғы, халық ақыны Кенен Әзірбаевтың қызы, Іле ауданының құрметті азаматы, әке мұрагері, ұлағатты ұстаз Кененова Төрткен Кенен қызына, аудандық Іле таңы газеті ұжымына, Іле аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне, Әлібек Нұрғожа атындағы ардагерлер халық ансамблі ұжымына жолдаймыз.